Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Амандық пен жақсылықта болайық. Үйдегі алтын қазық кім депті қарт. Ата, үйдегі алтын қазық бала депті жігіт. Жоқ балам, үйдегі алтын қазық ана. Ана ақылды болса, бала дана болады. Ана тәрбиесі қызға үлгі, әке тәрбиесі ұлға үлгі. Ана ақылшың, әке қамқоршың, ағаң қорғаушың, інің сүйенішің, қарындасың қанатың екенін ұмытпа. Ананы сыйламағанның ақылы кем, әкені сыйламағанның жақыны кем. Ананың мейірімі көзінде, ықыласы көңілінде, ақылы сөзінде депті қарт. Өкпе нассыз өмірді сүрейікші, бұл өмірдің қадірін білейікші. Өлген соң бөлек-бөлек жатамыз ғой, тірі кезде бөлінбей жүрейікші. Арманы орындалмаған адам жеткенді сөз қылады, ашуға толы адам жеңгенді сөз қылады. Тойымсыз адам жегеніңді сөз етеді, көңілсіз адам дегеніңді сөз етеді. Түгі жоқ адам бергенді сөз қылады, тексіз адам кеткенді сөз қылады. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Сөзі түзудің өзі түзу, өзі түзуге Құдайдың көзі түзу. Қажет болған жағдайда ғана сөйлеңіз. Басқа бәле тілден екендігін ұмытпаңыз. Шамадан тыс сөйлеу әлі ешкімге пайда келген жоқ. Керісінше қадіріңізді жоғалтып аласыз. Әйел қанша ауырса да бір орында жатпайды. Ал еркек ауырса төсек салғызып, аяқты ұзынынан жіберіп, әдемілеп тұрып, ыңылдап, нақышына келтіріп ауырады. Неге? Өйткені оған қарайтын анасы бар, әйелі бар, мейірбан қызы бар. Ал әйел адам олай ауыра алмайды. Өйткені оның анасы басқа үйде. Сәл ауыра қалса, күйеуі жүгіріп келеді де, айналайын, бәрімізді күйдірдің ғой, тезірек жазылшы. Ана бала отқа күйіп қалды, мына балаңның тамақ жемегеніне біраз болды, сабын жеп отыр, анау тағы бір нәрсе бүлдіріп отыр дейді. Оны естіген әйел ауруды тастайды да жүгіреді. Ауру қалады далада. Жалған деңізші. Әйелге қатал қарасаң, табалмассың көңілін. Жасайсың одан қабаған, оңа қоймас өмірің. Әйел нәзік гүлге тең, көңіл бөлсең құлпырар. Жеңемін деген әйелді түбінде еркек ұтылар. Әйел сізге қолғанат, Алладан келген аманат. Қолыңыздан келгенше жүргейсіз оны бағалап.